Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен өте оңай екі ғана заттан осындай керемет зат дайындайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге алма және де дайын осындай слоеный тесто қажет. Енді алмамызды домалақтап турап алатын боламыз. Тым жіңішке қылып турауға болмайды. Енді осылай ортасын алып тастайтын боламыз домалақтап. Барлығын осылай дайындап алдық. Осындай формада болу қажет. Үлкенірек алма болса одан да әдемі болады. Енді слоеный тестамызды жұқалап жайып алатын боламыз. Негізі үлкен тестомен де жасай берсеңіздер болады. Менде артылған қамыр, осылай кішкене содан жасап жатырмын. Осылай жұқалап жайып аласыздар, ұзын қылып. Енді жіңішкелеп бөліп шығатын боламыз. Осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алдық, дайындап. Барлығын кесіп алдық. Енді алмамызға орайтын боламыз. Осылай алманың ортасынан өткізіп айналдыра бересіздер. Менде кішкене осы жерде көрінбей қалыпты. Арасын жақын қылып істесеңіздер де болады, немесе ашып жабық қылсаңыздар да өте әдемі гүл сияқты болып шығады. Осылай тағы да кішіргене жайып алсаңыздар болады. Қатпарлы, өте дәмді болып шығады, өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай айналдырып, жақсылап бекітіп аламыз. Енді барлығын противенге салып шығатын боламыз. Осымен дайын болды. Бар болғаны 5-10 минутта дайын болады. Енді бетіне жұмыртқаның жағып шығатын боламыз, барлық шетіне бірдей етіп. Бетіне қалауларыңыз бойынша мак, өзіңізге ұнаған кез келген себе берсеңіздер болады. 180 градуста пісіріп аласыздар, өте тез піседі. Осылай қызартып, сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығады. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, ас болсын.